Мен жер үйде тұрамын. Менің үйім кішкентай. Үйімде 2 жатын бөлме бар. Анам мен әкем бір жатын бөлмеде ұйықтайды. Әпкем екеуміз басқа жатын бөлмеде ұйықтаймыз. Менің үйімде ас үй бар. Күнделікті сол жерде тамақтанамыз. Үйімде қонақ бөлме бар. Күнде кешке менің отбасым сол жерде теледидар көреді. Үйімде үлкен шомылатын бөлме бар. Үйімде шкаф көп. Үйімде жертөле бар. Жертөледе әкемнің шеберханасы бар. Әкем ағаштан жиһаз жасайды. Үйімде гараж бар. Үйімде әдемі бақ бар. Менің ауламда үйеңкі ағашы бар. Ауламда бассейн бар. Менің отбасым үйімізді жақсы көреді. Менің атым Ажар. Мен гүлдерді жақсы көремін. Менің гүл бақшам бар. Менің бақшам үйімнің алдында орналасқан. Менің көршімнің де бақшасы бар. Менің бақшамда әртүрлі гүлдер бар. Менің бақшамда раушан гүлдері бар. Менің бақшамда қызғалдақ бар. Менің бақшамда шырай гүл бар. Менің бақшам түрлі түсті. Мен қызыл гүлдер егемін. Мен қызғылт сары гүлдер егемін. Мен көк гүлдер егемін. Мен күлгін гүлдер егемін. Мен өз бақшамды баптаймын. Мен күн сайын бақшамды суарамын. Мен өз бақшамдағы арам шөптерді жұламын. Мен гүлдерімді жейтін жәндіктерді өлтіремін. Мен әдемі бақшамды жақсы көремін. Ауа райының қандай болатынын білу үшін ғаламтордан ауа райы болжамын көруге болады. Аспан бұлтсыз, күн ашық болуы мүмкін. Күн жарқырауы мүмкін. Бұлтты күн болуы мүмкін. Кейде бұлтты күндер жалықтырады. Кейде бұлтты күндерде жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір күндері жаңбыр жауады. Жаңбырлы күні сізге пальто, қолшатыр және етік керек. Жаңбыр гүлдер мен шөптерді өсіреді. Синоптиктердің болжауынша жел соғады. Әлсіз жел болуы мүмкін. Ұшырып жіберетіндей қатты жел болуы мүмкін. Жел өте күшті болса, қауіпті. Дауыл немесе торнадо өте қауіпті. Ара-тұра синоптиктер бұршақ жауатынын айтады. Бұршақ аспаннан түсетін қатты, суық мұз түйірлері. Кейде метеорологтар қатты қар жауатынын айтады. Кейде аз ғана қар жауады. Кейде боран соғады. Қарлы боранда көлік жүргізу қауіпті болуы мүмкін. Көшелерде қар көп болса, оларды тазалау керек. Күн өте суық болғанда, сізге бас киім, пальто, қолғап және етік керек. Кейде ауа райы болжамы шындыққа жанаспайды. Метеоролог күн ашық болады деп айтуы мүмкін. Бірақ бұлт шығып, жаңбыр жауып кететін кездер болады. Егер сіз көкке шығуды жоспарласаңыз, бұл жақсы емес. Мен ыстық күнді емес, шуақты, жылы күндерді жақсы көремін. Самал желді сезінгенді ұнатамын. Сәлем, қалың қалай? Бәрі керемет, өзің қалайсың? Жақсымын,
Демалыста не істедің? Жақсы фильм көрдім. Ол қандай фильм? Томирис. Фильм көргенді ұнататыныңды білмеппін. Ауа райы тамаша болып тұр. Далаға шықсаңшы. Ыстық ауа райын жек көремін. Бүгін үйде боламын. Үйімде ауа баптағыш бар. Фильм көргеннен басқа тағы нені ұнатасың? Кітап оқығанды жақсы көремін. Демалыс күндері дүкен аралаймын. Кейде саябаққа барамын. Қандай кітап оқып жатырсың? Таң шапағаты. Спортпен айналысасың ба? Мен спортпен айналысқанды жек көрсем де, аптасына кемінде 2 рет жүгіремін. Өте жақсы. Айтпақшы, келесі сенбі күні не істейсің? Кітап дүкеніне барамын. Сенбі күні кешке үйіме қонаққа кел. Сені достарыммен таныстырамын. Жарайды, міндетті түрде келемін. Тамаша, сенбі күні кездескенше. Сау бол. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.